Заказ отменен. Жома, индирайвер емессің ба? Яндекс па? Омарова ма? Омарова емес па адресің? О, келіп 5 минут күтіп кетіп қалдым ғой. Отмена береді. Қаншамен түсті плюс? 1100 ба? Блядь, нахуй отмена істеді, маған да сондай түсті. Омарова ма саған да? Отмена істеді, блядь, келіп тұрмын, қанша күтіп. Қанша уақыт болды күтіп отырсың? Әдейі көп түнімен істеген ғой. 7 минут күттім ғой. 7-ші минутта отмена істеді ғой. Қазір келдің ба? 8 минут па бұрын келген, 10 минут бұрын. Не ма? Оплата қалай? Наличный. Үш әдейі істеп отыр ғой. Әдейі істеп отыр ма? Жаңа платный арзданя төлегісі келмей жатыр да. Айтасыз да өзіне. Айрам деп айтты десе. Нет интернета. Бля, ишақ адамдар. Мазақ қылады істе. Көп жерде байқайсың ба, барасың ғой, үйсіп тұрып отмена істеп жүреді ғой. Кейін индрайвер келіп алып кетеді ғой оларды. Мен ана бля не жақта бір баланы ұстап алғанбыз. Агрогородок жақтан. Тип, берге бер. Берге бере. Берге бер. Сен таксистер ойнап жүр ма не? А? Доступ в интернет возобновлен. Таксистер ойнап жүр ма саған? Сен екі машина шақырдың ғой жаңа, мен шақырдың ғой, Омароваға барасың ба сен? Заказ отменен. Кім ол онда? Ой, бля, шеше. Жұма күні өтірік соқпақ қойса кетіппіз. Омарова қанша деп шықты? 16 ма, қазір көрім. Қырық жеті бұ ғой. Сенде платный аждания болғаннан кейін сүй. Мына жерде екінші таксистке риза болғаным, 1100-бен алдым деп не қылмай. Ана жерде кәні адрес салыстырайық бірдей ма деп бірдей болғаннан түс нахуй далбойып деп түсіріп кетіп атқанына риза болдым. Енді қазір видеоның жалғасын сұрап көрем. Коллегам басынан өткен жағдай. Егер жалғасы болса, ертең салатын боламын. Одан кейін походу ойланып қалдым да, мүмкін бұған біреу шақырып беріп жатқан шығар деп ше. Сөйтіп қарасам, қолымда біздің Яндекс тұрды кәдімгі ше. Сөйтіп сен шақырдың ғой десем, мен шақырмадым дейді. Соған ызаланып кеттім мен просто ше. Мен шақырдым, артық ақшам жоқ еді десем, ештеңе демейтінім ерекше бар ғой. Просто мынандай қылып тұрғаннан кейін нашауға тиіп кетті де. Тем более осындай клиенттер көбейіп кетті да соңғы кезде. Одан кейін амал жоқ осылай істеу керек болды.